бізде 8-ші сынып 424 есепті шығарайық. Бұл мен алдында видеомда көрсеткен болатынмын негізі. Ол кезде бір ғана есепті шығарып көрсеткен едім. Көпшіліктің сұрауы бойынша қалған есептерді де шығарып көрсетейін. 424-дің бұл 4-те 1-ші есептен алынған үзінді. Бұл алдыңғы видеода бар. Енді 4-те 2-ші есепті мысал ретінде біреуін алып көрейік. Бұл 4-те 24-шінің берілгенде негізі жазылған. Мына жерде қызылмен көрсеткендерім бұл формулалар. Жүре ме балалар? Енді ары қарай біз формулаға салып көрейік. Бізде бірінші x-ті табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз мына санды мына санға көбейтіп, аралары бір-бірімен қосылады. Енді 3-ті көбейтеміз 4-ке, қосылған 8 көбейтілген 10-ға, қосылған 13 көбейтілген 6-ға. Енді мыналардың қосындысын біз 14-20 қосындысы тең. Мынағандан қосып бөлгенде бізде қанша болады екен? Балалар, есепте көрдіңіздер ме? Мен есептеген бойынша мынаны көбейтіп қосқанда бізде 170 шықты. Астында бөлінісінде 20. 170-ті 20-ға бөлгенде бізде 8,5 шықты. Енді x квадрат тауып көрейік. Ол кезде біз 3-дің квадрат көбейтілген 4 қосылған 8-дің квадрат көбейтілген 10 қосылған 13-дің квадраты көбейтілген 6 бөлінісінде 20 сол күйінде қалады. Бұл жерде тоже есептейік. Көбейтінді көбейтіп қосқан кезде бізде 1690 болады. 1690-ды 20-ға бөлгенде бізде 84,5 шығады. Енді табайық ары қарай. Бізде 84,5-тен аламыз. 8,5-дің квадраты тең болады. 84,5 минус 8,5-дің квадраты бізде 72,125 болады. Тең 12,125 шығады. Сонда сигма тең 12,125 түбірастан шыққанда бұл 3,5 болады. Ал балалар 4-те 3-те алайық, арғап жалғастырып шығара берейік. Енді бұл жерде желіге берілген, салыстырмалы желік берілген. 0,2 бізде қандай жағдайда шығады? Яғни 2-ні 10-ға бөлгенде, 3-ті 10-ға бөлгенде, 1-ді 10-ға бөлгенде, 4-ті 10-ға бөлгенде. Енді осыларды алайық. X тең таңдамалы мәндердің қосындысын аламыз. Яғни ол бізде 2 көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген 3 қосылған 5 көбейтілген 1 қосылған 6 көбейтілген 4. Бөлінісінде бізде қанша болады? Яғни 10 болады. Көбейтіндісін көбейтіп қосындыға шыққанда ортақ теңдігі бізде болады 42-ні 42 деп болады. Яғни 42-ні 10-ға бөлгенде 4,2. Енді осы жерден x квадраты тауып алайық. Ол үшін біз 2-ның квадраты көбейтілген 2 қосылған 3-дің квадраты көбейтілген 3 қосылған 5-дің квадраты көбейтілген 1 қосылған 6-ның квадраты көбейтілген 4. Астында таңдамалы көлем бізде 10-ға тең болады. Квадраттап көбейтіп қосқанда біздің мәніміз 204. Астында көлеміміз 10-ға тең. Бөлгенде бізде 20,4. Яғни бұл жерде бізде дисперсиямыз қандай болады екен? Дисперсия бізде тең болады. Дисперсиямыз бізде 20,4 минус 4,2-ның квадраты тең 20,4 минус 4,2-ның квадраты бізде 17,164 тең болады 2,176. Сонда салыстырмалы ауытқымыз, яғни сигма деп қысқартып алсақ болады, 2,176-ға тең. Бұл түбірастан шыққан кезде жуық мәнмен 2 деп алсақ болады.
Тура солай. Балалар, ары қарай жалғастырамыз 424 есепті. Так, бұл жерде біз 0,115 бұл қалай шықты, яғни 15-ті 100-ге бөлген кезде шығады. 0,120, 20-ны 100-ге бөлген кезде шығады. Бұлай 100-ге бөлгенде 10-ды 100-ге бөлген кезде 0,4, яғни 40-ты 100-ге бөлген. Енді осы жерден біз x-ті табамыз. Ол үшін біз 10-ды көбейтеміз 15-ге қосылған, 20-ны көбейтеміз 20-ға қосылған, 30-ды көбейтеміз 10-ға қосылған, 40-ты көбейтеміз 10-ға қосылған, 50-ді көбейтеміз 40-ға. Астында таңдамалы көлем бізде 100-ге тең болады. Көбейтіп қосқанда біздің мәніміз астында 100, жоғарысында 3500 шығады. 3500-ді 100-ге бөлетін болсақ, бізде 35-ге тең болады. X квадраттағы мәнді табайық. Бұл жерде біз 10-ның квадраты көбейтілген 15, қосылған 20-ның квадраты көбейтілген 20, қосылған 30-дің квадраты көбейтілген 10, қосылған 40-тың квадраты көбейтілген 10, қосылған 50-дің квадраты қосылған көбейтілген 40. Ортақ көлеміз, таңдамалы көлеміз біздің 100-ге тең болады. Квадраттап қосқандағы мәніміз біздің 147 мың шығады. 7 мың көлеміз бізде 100-ге тең, бөлінгендісі бізде 147-ге тең. Бұл жерде дисперсиямыз біздің 147 минус 35-тің квадраты тең болады 245-ге тең. Салыстырмалы ауытқымыз, яғни сигмамыз бізде 245-ті түбір астынан шығарған кезде жуық шамамен 15,7-ге тең. Жуық шама. Енді осы ары қарай жалғастырайық. 4/5 бізде берілген. Есебіміз шығарайық. Так, x-ның табамыз. Бұл жерде бізде 10-ды көбейтеміз 1-ге қосылған, 20-ны көбейтеміз 3-ге қосылған, 30-ды көбейтеміз 3-ге қосылған, 40-ды көбейтеміз 5-ге қосылған, 50-ді көбейтеміз 3-ге қосылған, 60-ды көбейтеміз 2-ге. Яғни мына сандардың қосындысы бізде 17-ге тең. Тең болады 17. Бұл бізде 630-ға тең болады. Көбейтіп қосқандағы мәніміз. Сонда 37 шығады, мынау жуық шамамен алған кезде. Енді x квадратты табайық, тең болады 10-ның квадрат көбейтілген 1 қосылған, 20-ның квадрат көбейтілген 3 қосылған, 30-ның квадраты көбейтілген 3 қосылған, 40-тың квадраты қосылған, көбейтілген 5 қосылған, 50-дің квадрат көбейтілген 3 қосылған, 60-тың квадраты көбейтілген 2. Көлеміз бізде 17-ге тең. 17 квадраттап көбейтіп қосқандағы біздің мәніміз 26700 шығады. Тең болады 26717-ге бөлген кезде бізде 1571 шығады. Енді дисперсияны табайық. Осы жерде тең болады бізде 1571-ден аламыз 37-ның квадраты тең болады 1571 минус 1369 тең болады. Ол бізде 202-ге тең. Сонда салыстырмалы ауытқымыз, яғни сигма тең болады 202 тең 14,2 болады. Яғни бізде 4/24 есеп толықтай шығарды. Яғни берілгенде ол же 4/1 мен 4/5 есептер аралығындағы салыстырмалы ауытқу мен дисперсияны табуды ұсынған. Яғни біз сол есепті шығардық. Балалар, 4/25 есепті келесі видеодан көре алатын боласыздар. 4/24 есеп сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнада сонымен қатар 7 және 8 сыныптардың барлық сабақтары салынатын болады.